Сақтар туралы ең құнды деректердің бірі Парсы патшасы бірінші Дарийдің бұйрығымен жазылған әйгілі Бихистон сына жазбасы. Тастағы жазбада Дарий патшаның сақтарды киім ерекшеліктері мен географиялық орналасуына қарай 3 топқа бөлген. Ал грек тарихшылары, соның ішінде тарих атасы Геродот, сақтарды азиялық скифтер деп атаған. Олар сақтардың соғыс өнерін жетік меңгергенін және еркіндік сүйгіш халық екенін жазған. Тарихи деректер сақтарды 3 үлкен топқа бөледі. Бірінші, сақ тиграхаудалар. Олар Жетісу мен Сырдария аймағын мекендеген. Басты ерекшелігі төбесі шошайып келген, шошақ бөрік киген. Екінші, сақ хаумоваргалар. Олар Мұрғап аймағында өмір сүрген. Атауы хаума деп аталатын қасиетті сусынды дайындайтындар деген мағынаны білдіреді. Үшіншісі, сақ парадараялар. Бұл теңіздің арғы жағында сақтар деген мағына береді. Олар Қара теңіз бен Арал теңізінің жағалауларын жайлаған қуатты тайпалар болды. Сақтар бүгінгі қазақ халқының тікелей бабалары. Олардан қалған алтын адам ескерткіші мен аң стиліндегі зергерлік өнер әлемдік өркениеттің жауһары.